Ассалаумалейкум оқырмандарым. Бүгін біз үй жағдайында мини дөнер жасаймыз. Ең алдымен лаваш дайындаймыз. Ол үшін ұнға ыстық су мен тұзды қосып араластырып жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымызды шамамен 15-20 минутқа холодильникке қоямыз. Қамырымыз тыныққанша картошка фри жасауға кірісеміз. Картошканы видеода көрсетілгендей жіңішке етіп турап, салқын суда жақсылап жуып, одан кейін матаға немесе қағазға суын сорғытып, ысып тұрған майда қуырып аламыз. Дайын болған фриді тарелкаға алып, бетіне тұз себеміз. Лавашымызды дайындауға кірісейік. Ол үшін қамырымызды өзімізге ыңғайлы кішігірім бөліктерге бөліп аламыз. Дөңгелектерімізді жұқа етіп жайып, ысып тұрған табада екі жағынан қарып аламыз. Дайын болған лаваштарымызды орамалмен орап қоямыз. Дөнерімізді жасауға кірісейік. Негізгі салмасы етпен жасалады. Етімізді жұқалап турап, қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш немесе дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Қияр мен қызанақты ұзыншақтап турап аламыз. Осымен дөнеріміздің салмасы толықтай дайын. Дөнерімізді жасауға кірісейік. Лавашымызға етті, фриді, қияр мен қызанақты салып, үстіне майонез бен кетчуп жағып ораймыз. Грильницамызға салып, екі жағынан пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі нәрлі болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналға жазылып лайк басыңыздар.